Сәлеметсіздер ме, қымбатты достар, сіздермен бірге Мақсат, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Достар, бүгінгі тақырып бірыңғай жинақтау зейнетақы қорынан шектеу сомасынан асқан ақшаны тіземдеуге қалай алуға болады. Толықтай қазір жолдарын айтатын болам. Кеше мен тікелей эфирімде Мақсатпен Instagram каналында оқырмандарым өтініш жасаған болатын. Сіздерге өтініш, менің YouTube каналыма подписка жасап қойыңыздар. Бейнероликтің астына шамалы жоғарыға көтерсеңіздер, қызыл тұр подписаться деген. Егер оған бассаңыздар, әрқашанда менде бейнеролик шыққан сайын сіздер соны көріп отыратын боласыздар. Үлкен алғыс достар, подписаться бассаңыздар, стоматология тіземдеуге ақшаны алу үшін барша іс-әрекет empf.kz сайт арқылы жүргізілетін болады. Ескере кететін жайт, міндетті түрде арнайы шот ашып қойыңыздар. Біздің приложение қосымшада қалай ашуға болатын жөнінде бейнеролик менің YouTube каналымда бар. Қалай өтінім беруге болатын жөнінде дәл осындай мақсаттарға бейнеролик менің YouTube каналымда бар. MPF мәселесіне қатысты жалпы көптеген сұрақтарды қамтитын бейнеролик менің YouTube каналымда бар бейнероликтер. Соларды көріп алыңыздар достар. Енді бағана айттым, қалай өтінім беру жөнінде бейнеролик бар деп, өтінім береміз, мақсатты стоматология деп таңдаймыз, соманы жазамыз, отбасы банк қарастырады да 5 күн ішінде сіздердің арнайы шоттарыңызға депозитке емес ақшаны аударып береді. Ақша түсті. Енді 5 күн деп аталады, жалпы 3 күн ішінде түсіп қалып атады негізінде. Ақша түсті, енді сіздер тіземдейтін бағана клиникаға барасыздар, дәрігерге барасыздар. Дәрігерге жеке куәлік және тістеріңіздің панорамды суреттерін ала барыңыздар. Бірақ кей жағдайда олар өздері айтып атады, панорамды суретті біз өзіміз түсіріп аламыз, біздің өзіміздің клиникада бар деп. Әрмен қарай жеке куәлігіңізді бердіңіздер, мысалға сол жерден панорамды тістеріңіздің суретін жасадыңыздар. Енді олар сізді толыққандай бағанағыдай тістеріңізді зерттейді, қарайды. Одан кейін сіздерге міндетті түрде жазып алыңыздар. Консультационный лист, план лечения береді. Ол жерде консультационный лист пен план лечениеда сіздің фиоңыз тұрады, аты жөніңіз жазылып, қай тіс емдеуге қажет, және де қандай сомада дәл бағанақ тістерді емдеу үшін ақша қажет болатын бәрін жазып береді. Мінекей консультационный лист, план леченияны алдық. Енді бәріміз өздеріміз тіркеліп отырған поликлиникаға барамыз. Поликлиникаға барамызда бағана құжаттарды береміз. Берген кезде айтамыз, осылай мен бірыңғай жинақтау зейнетақы қорындағы шектеу сомасынан асқан ақшаны тіземдеуге алайын деп отырмын дейсіз. Иә, жарайды дейді да, ол кісілер сізден бағана құжаттарды қабылдап алып қалады. Негізі заң бойынша 5 күн ішінде қарастырып сіздерге заключение врачебной комиссии береді деп айтылған. Бірақ практика көрсетіп отқандай, жалпы ол кісілердің өздерінің қолдарында. Қажет десе жарты сағаттың ішінде жасап бере салады. Бірақ заң бойынша енді 5 күн. Ода күтесіздер осы заключение врачебной комиссия жасағаннан кейін. Заключение врачебной комиссия дайын болады. Одан кейін бағанағы ең алдында айттым ғой сіздерге стоматологтарға барасыздар деп. Консультационный лист, план лечения берген. Сол жерге барып, дәл сол мекемемен сіздер шарт жасасыздар, договор. Шартта міндетті түрде қандай емдеу түрлері қолданылатыны, сомасы, қандай сомаға яғни емделеді, мекеменің шоты жайлы ақпараттар болу қажет. Яғни реквизиттер. Себебі мінекей бір бетінде мекеме тұрады, қол қояды бағана печатьпен. Енді печать болмаса жай қол қоя салады. Бір жерінде сіз тұрасыз, сіз туралы даналар тұрады. Аты жөніңіз тағы да басқа дегендей. Мінекей екі ортада шарт жасасыздар, заключение врачебной комиссии алдыңыздар. Енді қараңыздар. Бағанағы empf.kz сайтына қайтып кіресіздер. Загрузите необходимые документы деп бағана екі поле тұрады. Міндетті түрде PDF форматта заключение врачебной комиссии, одан кейін договорды саламыз. Договордың жәніне қоса салсаңыздар болады, шот фактураны және де реквизиттарды, отдельный реквизиттарды. Бағанағы медициналық мекемеден сұрасаңыздар, міндетті түрде сізге шот фактура береді олар. Тісіңізді емдетіп отқан жер, енді емдетем деп отқан жер. Және реквизиттарды отдельно да береді. Соны үлкен өтініш договормен бірге сканировать етіп саласаңыздар системаға. Қосымша мінекей заключение врачебной комиссии саласыздар, 5 күн ішінде қарастырылады. 5 күннен кейін егер қандай да бір доработка болмаса, өтініміңіз мақұлданды деп сіздерге бағанағыдай медициналық мекемеге сіздер үшін ақша аударылатын болады. Одан кейін сіздер тістеріңізді емдей бересіздер. Сол қымбатты достар, ақпарат сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Үлкен өтініш тағы да менің YouTube каналыма подписка жасап қойсаңыздар, баршаларыңызға сәттілік, Мақсатпен Мақсатқа.